Ассалаумағалейкум бауырлар, ертең Арапа күні, яғни 5 маусым. Дайлами және Табараниден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп бұйырады: кімде-кім Арапа күні көзін, құлағын, аузын сақтайтын болса, сол адам кешіріледі деп бұйырады. Және де Арапа күні ораза ұстаған жандардың 2 жылдық күнәсі кешіріледі деп келеді Муслимнен жеткен хадисте. Және де Арапа күні, яғни 5 маусым таң намазынан бастап 9 маусым екінті намазына дейін әр парыз намаздан кейін такбир ташрих айтуымыз керек. Такбир ташрихты білмейтін болсаңыз, менімен бірге қайталаңыз: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар валиллахил хамд. Такбир ташрихты әрбір парыз намаздан кейін міндетті түрде айтуды ұмытып кетпеңіз. Осы видеоны досыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Ол да сауапқа кенелсін. Алла тағала Арапа күні ұстаған оразаларымызды, құлшылықтарымызды және де дұғаларымызды қабыл етсін.